Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін сіздермен өте дәмді ерекше кешкі ас дайындаймыз. Қазір баклажан яғни баялдының сезоны, сондықтан осы тағамды міндетті түрде жасап көріңіздер. Ең алдымен 3 дана баклажанымызды аламыз, ортасынан теңдей екіге бөліп, шеткі жағынан жарты сантиметр қалатындай етіп, ортасын ойық жасап алып тастайтын боламыз. Ортасын алғанда шеткі жағы жұқа болып кетпесін, видеода көрсетілгендей орташа қалыңдықта болуы қажет. Осылай жақсылап тазалап аламыз. Бұл баклажандарымыздың ішіне қазір біз начинкасын салып, духовкада пісіретін боламыз. Сондықтан осылай ақырындап әдемі етіп кесіп алуға тырысыңыздар. Бұл тағамды бір жасап көрсеңіздер, өте дәмді болып шығады. Алып тастаған бөлігімізді осылай ұзынша етіп турап аламыз, одан кейін майда кубик етіп турап шығамыз. Достар, бұл тағам өте дәмді болып шығады, әрі қолжетімді заттардан дайындалады. 30 минутта дайын болатын тағам, міндетті түрде жасап көріңіздер. Қанша мөлшерде қосу керектігін видеоның астындағы описание бөліміне жазып қалдыратын боламын. Одан кейін бір дана пиязымызды алып, оны да ұсақтап турап аламыз. Және де бір тіше сарымсағымызды алып, оны да майдалап турап аламыз. Сарымсақ қоссақ өте дәмді, ерекше тағамымыз дәмді болып шығады. Бір дана болгар бұрышын да алып ұсақтап тураймыз. Болгар бұрышын қосу міндетті емес, егер қаламасаңыз қоспай-ақ қойсаңыз да болады. Келесі кезекте бір дана сәбізімізді, оны да ұсақтап турап аламыз. Достар, менің арнамнан көптеген оңай дайындалатын, сәтті шығатын, тез дайын болатын рецепттерді таба аласыздар. Сондықтан, егер сіз маған тіркелмеген болсаңыз, міндетті түрде видеоның астындағы подписаться кнопкасын басып, колокольчикті таңдап, все дегенді таңдап қойсаңыздар, жаңа видео шыққанда сіздерге уведомление, яғни хабарлама барып тұратын болады. 2 дана қызанағымызды алып, керек емес жерін алып тастаймыз да, оны да ұсақтап турап аламыз. Егер сізге видео рецепт ұнаса, видеоның астындағы поделиться батырмасын басып, әлеуметтік желіде, WhatsApp желісінде достарыңызбен бөліссеңіз болады. Барлығын осылай дайындап алдық алдын ала. Енді табамызға майымызды құйып, қыздырып алып, пиязымызды салып, қызартып қуырамыз. 1-2 минут аралығында қуырғаннан соң, оның үстінен болгар бұрышын, сәбізімізді қосып, тағы да қуырып аламыз. Кішкене қуырылғаннан соң, үстінен тартылған етімізді салып, видеода көрсетілгендей осылай бөліктерге бөліп аламыз, топталып қалмас үшін. Комочек қалмайтындай жасаймыз да, жақсылап араластырамыз. Татымына қарай, тұз, бұрыш және паприка қостым. Жақсылап араластырып 2-3 минут уақыт аралығында қуырамыз. Одан кейін қызанақтарымызды қосып тағы да қуырып аламыз. Ең соңында туралған баклажандарымызды салып, тағы да жақсылап араластырып 2-3 минут аралығында қуырамыз да, одан кейін ешқандай су құймай, астын баяу қойып, 10-15 минутқа бұқтырып алатын боламыз. Тамағымызды, яғни етімізді жартылай пісіріп алатын боламыз. Бетін жауып, 10-15 минутқа қалдырамыз. Сол уақыт аралығында формамызға пергамент қағазын төсейміз, немесе май жақсаңыздар болады. Баклажандарымызды осылай орналастырып шығамыз. Осы баклажандардың ішіне жаңағы қуырылған фаршымызды салатын боламыз. Осылай ішінің барлығына жаңағы қуырып дайындаған начинкамызды салып шығамыз. Толтырып салып шықсаңыздар болады. Барлығына жеткізіп, осылай салып аламыз ыстықтай. Мінекей, біздің өте дәмді тағамымыз дайын болуға аз қалды. Енді бетінен майонезді
видеода көрсетілгендей етіп жүргізіп шығамыз. Оның үстінен үккіштен өткізілген сырымызды, ірімшікті саламыз. Ірімшікті пісуіне 5 минут қалғанда салсаңыздар өте әдемі болады. Мен ерте салып қойыппын. Кішкене күйіңкіреп кетті. Осылай 200-220 градуста 30-35 минут аралығында пісіріп аламыз. Осымен біздің өте дәмді тағамымыз дайын. Кешкі асымыз міндетті түрде жасап көріңіздер. Бұл тағамды тек қана өзін ғана ұсынсаңыздар болады, немесе мен сияқты қасына гарнирмен ұсынуға да болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, ұнайтынына сенімдімін. Мен баклажанның қасына гарнирге ристі пайдаландым, яғни күрішті қайнатып пайдаландым. Өте дәмді кешкі ас болып шықты. Міндетті түрде менің рецептіммен жасап көріңіздер. Каналға тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен болған Мадина. Келесі видеода кездескенше.